Армысыздар ағайын, қадірлі көрермен. Сіздер тұрақты берілетін әкім сағат хабарын көріп отырсыздар. Бүгін хабардың қонағы қала әкімі Бақытжан Айдарханұлы Әшірбек мырза. Бақытжан Айдарбекұлы, бүгін студияға қош келдіңіз. Оның бер жағында көрермендер тарапынан осы өзіңізге деген сұрақтардың саны көбейді. Себебі біз осы әкім сағат хабарын ұйымдастыру жөнінде телеарнаның жүгітпе жолына хабарлама бергенбіз. Одан көптеген сұрақтар келіп түсті. Бас аяғы 50-ден асатын сұрақ. Дегенде біз осының бәрін топтастырып, бізге белгіленген шектеулі уақытқа ыңғайландырып, осы сұрақтарға жауап берсек деп отырмыз. Оның бер жағына сізге келіп бері біраз жұмыстар атқарылғанын біз білеміз. Оның бер жағында өткенде ауыл әкімшіліктерінде өткен жылдық есеп қорытындысы, қалада өткен жылдық есеп қорытындысында өткен жыл не атқарылды, алдағы жыл не атқаруымыз керек деген мәселелер төңірегінде біздің көрермендер көп жағдайда мәлімет алған болатын. Дегенде біздің көрермендеріміз де сол аумақтағы, сол ойда жүрген сұрақтар төңірегін бізге алдымызға тартты. Енді осы мәселелер төңірегінде біз енді ой бөліссек. Дегенде алдыңғы сұрақ сізге, мынау өзіңіз білесіз, қаланың жер аумағы да көп. Оның бер жағында жеке тұрғын үйлердің учаскелері алам деген азаматтардың да тізімде бар екендігін өздері біледі. Көп жағдайда осы мәселе қалай шешіледі, осы жөнінде білсек па деген ой айтады. Көрермендердің атынан Байбол Бақытбек деген біздің көрерменіміз осы сұрақты алға тартты. Ал енді осындай сұрақ қойған көрермендеріміз бір бол емес, көп. Сондықтан осы мәселеге алғаш жауап берсек. Сәлеметсіздер ме, құрметті жерлестер, құрметті қасиетті қала тұрғындары. Өздеріңізбен енді теледидар арқылы бас қосып отқанымызға өзімде қуаныштымын. Өйткені қалада өзекті мәселе көп. Оның бәрін халыққа жеткізу, халыққа түсіндіру әкімдіктің тікелей міндеті. Енді өзіңіз көтерген жаңағы жер мәселесі бойынша бұл қаламыздағы өзекті мәселенің бірі. Жалпы қолданыстағы заңға сәйкес ең бірінші кезекте жер бөлу үшін оның инфрақұрылымы таратылуы тиіс. Өкінішке орай 2005-2006 жылдары осы қаланың төңірегінен 8 мыңға жуық жер учаскесі таратылып берілген. Ол учаскелердің ешқайсысының инфрақұрылымдары болмаған, тиісті бас жоспары да болмаған. Сондықтан оның енді бүгінгі таңдағы заңдастыру ол жерлерін жүріп жатыр. Сонымен қатар ол кезде өте көптеп алаяқтық әрекеттері, яғни түбірі жоқ, әкімшілікте тіркелмеген, тиісті жаңағы мұрағатқа өткізілмеген, ондай қолда жүрген жалған шешімдер де көп. Бүгінгі таңда жалпы Қазақстан Республикасы жер агенттігінің келісімімен жерлерін түбірі бар, негізі бар жерлерді заңдастыру жұмыстары жүргізіп жатыр. Сонымен қатар бұл жұмыста да өте ауқымды жұмыс. Ол әрбір нақты жер учаскесінің оның жеке шекарасын анықтау, ол да бір ауқымды жұмысты қажет етеді. Бұның барлығы өз кезегімен жүріп жатыр. Жалпы енді осы мәселе болғаннан кейін арнайы тоқтап өткім келіп отыр. Өйткені бүгінгі таңда біздің қаламызда 25 мың адам жердің кезегінде тұр. Өте көптеп азаматтар келеді тағын осындай жердің кезегінде тұрғанымызға 7-8 жылдың төңірегі болды, 10 жыл болды. Неге сол жерді алынмай жүрміз дегенде мәселе көтеріледі. Мұнда айтайын дегенім, жалпы кез келген адам егер жеке тұрғын үй соғу үшін жер алғысы келсе, ол жергілікті атқарушы органға, яғни әкімдікке өтініш береді. Әкімдік ол өтінішті қарап отырып, азаматты жердің кезегіне қояды, және жерді ары қарай табыстау ол кезек ретімен беріледі. Бір кездері осы жер бизнесі өте үлкен дамыған болатын. Бүгінгі таңда, яғни адамдар жер алады, алаттағын сатып жібереді. Бүгінгі таңда осы мәселені реттеу бойынша Қазақстан Республикасының үкімет тарапынан арнайы қаулы шыққан. Ол қаулыға сәйкес, егер жер беретін болса, тек қана бірінші кезінде 2 жыл игеру мерзімге береді. 2 жылдың ішінде азамат ол үйін толығымен аяқтап, яғни үйінің қоршауы, үйінің сырты, іші толық әрленіп бітуі керек.
Сондай жағдайда ғана оны мемлекеттік қабылдау комиссиясы қабылдап, ары қарай жеке меншікке береді деген осындай заңға өзгеріс енді. Бүгінгі таңда осы заңға сәйкес жұмыс жүргізілетін болады. Ал бұрын таратылған жерлер бойынша енді қазір оның толық әлі рәсімдеп біткен жоқпыз. Қаламыздағы қала тұрғындарының бүгінгі таңда 82% сумен қамтамасыз етілген. Яғни қалған біз әлі 18% елді мекендердің бәрінің суын апарып бергеннен кейін біз жаңа жер дайындаймыз. Ол жерде жаңағы айтқан кезекпен берілетін болады. Жалпы кез келген осындай жер қатынастары мәселесі бойынша да осы қала тұрғындарына айтқым келеді. Біздің әкімдіктің арнайы бекітілген бұл жөнінде бөлім бар. Бұл салаға жетекшілік ететін әкімнің орынбасары бар. Осы қала әкімінің жеке қабылдаулары айына 2 рет өтеді. Әрбір нақты мәселе бойынша мәселені келіп, нақты жауап алуларына мүмкіндік бар. Әрине, жаңа айтып отқан жер бизнестердің біраз алаяқтық әрекеттер әлі де болса кездеседі. Азаматтарын белгілі мөлшерде бір ақша сұрап, сенің мәселеңді шешіп берем, мұндай деген әрекеттерді естіп жатамыз. Ондай жұмыстың бәріне жалпы бізге бүгінгі ниетіміз тосқауыл қою. Азаматтардың жері, егер оның заңды құжаты болатын болса, заңды тіркелген болатын болса, оны біз әрине беруге дайынбыз. Ең болмағанда бір адамның мәселесін шешкеннің өзі ол қала үшін маңызды мәселе. Ол сондықтан бұл бағыттағы жұмыс тұрақты бақылауда, тұрақты жүргізіліп келеді. Бақытжан Айдарханұлы, Жаков мәселе төңірегінде оның үстінде жер мәселесін жақсы айттыңыз. Оның бер жағында біздің көрермендер осы мәселе төңірегінде өздеріне толымды жауап алды ғой деп ойлаймыз. Ал енді сұрағымды жалғастырайық. Өзіңіз білесіз, қалада қазір келгелі бері сізге дейін де бағдаршамдардың саны аз болатын, қазір енді көбейіп, әр көшенің бойында бағдаршамдар қазір жұмыс істеп тұр. Дегенде оның ішінде кейбіреулері жанатыны бар, жанбайтыны бар, болу бір. Екіншіден жол белгілері, оны сақтамайтын жүргізушілер де кездеседі. Кей сәттерде жол кедергілері туралы да қазір біздің көрермендеріміз сұрақ берді. Мынау 21-ші мектеп төңірегіндегі тұрғын Бейсенбаев деген, оның бер жағында мына бағдаршамдар төңірегінде Жебейдің аумағында 2 ай болды қазір бағдаршам іске қосылмай тұр деген Мақашев деген көрерменнің сұрағы бар. Осыған жауап берсек. Жалпы жаңағы азаматымыздың өтініші Жебейдағы аялдамадағы істемей тұр деген мәселені, оны қыс ауасында оның арнайы платасы болады. Белгілі өзінің секундымен жаңағы жанып өшіп тұратын, сол күйіп өткендіктен оны Ресейден алдырылып, бүгінгі таңда ол бағдаршам жұмыс жасап жатыр. Мынау жол кедергілері, жол белгілері бойынша осы арнайы менің менің төрағалығымен 2-3 рет бас қосу өткізілді. Бізде қаладағы жол белгілерінің барлығы, мен байқағаным, сол 1,5 метр терең биіктікте орнатылған екен. Яғни ол әр жол белгінің құны ең кем дегенде бір 7-8 мың теңге. Оны азаматтар қанша оны майыстырып, сындырып тастаған жағдайлары оны көрдік. Бүгінгі таңда ол жол белгілерінің барлығы 2 метрдегі биіктікке көтеріліп, аяқталып қалды. Сонымен қатар осы қаладағы жол полициясы, әкімдіктің жол қатынастары бөлімі барлығы білесі қаладағы негізгі көшелердің бәрін бүгінгі таңда аралап шықты. Оның барлығы бойынша тиісті талдаулар жүргізілді. Қай жерге қандай жол белгісі керек, қай жерге қандай бағдаршам керек, қай жерге жол кедергісі керек. Оның барлығы бойынша арнайы іс-шара жоспары жасалып бекітілді бүгінгі таңда. Соған сәйкес қазір жұмыс жүріп жатыр. Мынау енді 21-ші мектеп деп айтып өттіңіз. Ең бірінші кезекте біз сол жол белгілерін және жол кедергілерін мектептердің қасына, яғни біздің баланың табиғаты бойынша бала өзі шапшаң келеді, жылдам келеді. Кейде алды-артын ойламай жолдан
жүгіріп өтетін басқа да жағдайлары орын алып жатады. Сондықтан бірінші кезекте мектептердің алдын барлығын сол жол кедергісін қою, жол белгілерін келтіру бойынша қолға алынды. Биылғы жылы осы жол белгілері жөнінде арнайы бюджеттен қаржы бөлінді. Қазір оның жеңімпазы мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес анықталды. Жүргізетін осы Түркістан қаласының әкімдігіне қарасты жарық тазалық мемлекеттік мекемесі, сол мекеме арқылы жаңағы жол белгілерін сатып алу жұмыстары қазір басталды. Ойлаймын, осы жақын күннің ішінде ол жол белгілерінің бәрі ретке келеді. Кейбір жерлерде жаңағы мысалы мынау өзіміз Асақ осы әкімшіліктің қасындағы Бокина көшесінің қиылысында бағдаршам бар. Одан кейін бері қарай 30 метрден кейін тағы бір жол өткелі бар. Одан кейін тағы 30 метрден кейін және бір жаяу жүргінші өткелі бар. Енді соның барлығын реттеу мақсатында жаңағы оның бәрін қайттан қарап шығамыз. Әрине біз енді жол өткелі керек. Тағы да сонымен қатар жол жүру мәдениетте керек. Жаңағы әр 30 метр сайын көлік тоқтай беретін болса, ол қаланың өзіндік экологиялық жағдайына да оның өзінің кері әсері бар. Сондықтан көліктердің барынша аз тоқтап қаладан өтіп кету, ары бері жүру мәселесін оны іріктеуіміз керек. Енді бүгінгі таңда осы 1-2 жаяу жүргінші өткелдері орындар өзгертіледі. Ол бойынша біз қосымша арнайы хабарлама жасап оны өткіземіз. Сонымен қатар жаңағы қала тұрғындарының арасында қазір жол патрульдік полициясы жұмыс жасап жатыр. Тек қана ол автокөлік жүргізуші емес, жаяу жүргіншінің өзінде кез келген жерден жолдан кесіп өтудің оның өзі жалпы айтқан кезде мәдениетсіздік. Біз бүгінгі таңда 21 ғасырда өмір сүреміз. Сондықтан әрбір азамат сол арнайы белгіленген жаяу жүргінші жолынан өтсе, көліктеріміз сол жол жүру ережелерін сақтап жүрсе, біздің қаламыздың әрине мәдениеті өсетін болады. Осы бағытта да бүгінгі таңда нақты жұмыстар жоспарланған, сол жоспарға сәйкес жұмыс жүріп келеді. Енді былай айтқанда көзіңізше мақтады деп ойламаңыз. Дегенде қаланың қазіргі сәулеті, келбеттену, абаттандыру сізге келіп біраз жұмыстар жүргізілді. Қазір енді көшенің қай шетіне, орталық көшелерге барсаңыз, бәрінде гүлдер егіліп, көк шыршалар қазір қаз-қатар тізіліп, қаланың сәулетін келтіріп тұр. Бұл да енді басшылыққа байланысты деп ойлаймыз. Бұған дейін де жұмыстар жүргізілген. Бірақ ол кезде мынау искусственный гүлдер егіліп сондай жататын. Қазір оның біреуін де көрмейміз. Дегенде осындай ой, шырша егу, одан кейін желідегі гүл егу мәселелері қайдан туындады? Қазір келіп жатқан туристеріміз бар, қонақтарымыз бар. Олар да мына киелі қасиетті Астанаға келгеннен кейін сондай бір көркем болса деген лебіздерін білдіріп жатады. Осы мәселе төңірегінде айтып берсеңіз. Жалпы қаланың көгалдануы, қаланың гүлденуі ол тек қана жалпы біз әкімге байланысты емес, ол қаланың әрбір азаматына, қаланың әрбір мекеме басшысына байланысты деп ойлаймыз. Осы қызметке келгелі қаладағы көптеген мекемелерді аралап танысып көрдім. Соның ішінде енді мысалы мектептерге тоқтап өтетін болсақ, кейбір мектептер бар, оның барсаңыз шарбағы сынып тұр. Оны өзіңізде былтырғы мынау жасыл қала бағдарламасы шеңберінде телевизордан көрсетілді. Кейбір мектептер бар, мынау 20-шы, 19-шы мектеп, бір анау хлопзаводтағы мектеп, бүйтіп көрсеңіз әуесіңіз кетеді. Енді сол жаңағы алды жайнап тұрған, алды гүлдеп тұрған мектепті көрген бала ертең бір мәдениетті жан жағына басқаша көзқараспен қарайтын бала өседі. Ал егерде жаңағы мынау Майшай Әбенова мектебін атап өтуге болады. Үлкен жолдың бойында, үлкен қалаға кіретін көптеген азаматтың бары сол мектепті көріп өтеді. Ол мектептің мынау қоршауының ретке келмегені, мектептің сыртын көрсеңіз, бірде-бір ағаш егілмегені, бірде-бір гүлдің егілмегені, ол мектепте өскен баланың оның өз табиғаты соған үйретіп үйреніп өседі. Сол секілді жаңа қаладағы көптеген үйлерді көріп жүрміз. Жаңағы үйінің алдына бір ағаш егуіне жарамайды. Үйінің алды шаң басып жатыр. Осы мәселенің бәрін
ойлай келе, талқылай келе, талдай келе, мынау қаланы көгалдандыру мәселесіне өте бір көңіл бөлу керек екен деп ойладық. Мысалы, жаңағы 20-шы мектеп болмаса 19-шы мектеп пен Майша Әбенова мектебі барлығы бір қалада тұрған жоқ. Оған 20-шы мектепке арнайы бір жақтан ағып келіп жатқан су жоқ. Сол тікелей мектеп басшысына байланысты. Сондықтан барлық мектептерге бүгінгі таңда тапсырма берілген. Мектептің барлығы тек қана мектептің ауласында емес, мектептің сыртында аумағын абаттандыру, көгалдандыру бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Сол секілді қаланың әрбір азаматы да осы тұрғаннан кейін бір уақытша тұрған адам сияқты емес, өзінің үйіне, өзінің әулісіне жаны ашып қараса. Ол бойынша да қазір ел арасында түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Бүгінгі таңда мынау енді қаланың былтыр көрдік, біраз петуния гүлі егілген еді. Бір жылдық петуния гүлі, алайда ол гүл біздің Түркістанның ыстығына, желіне шыдамайды екен. Белгілі сол шілдеге дейін ол тұрыптағын ары қарай жаппай қурай бастады. Осыны ескере келе биылғы жылы мынау сәл бір басқаша көзқараспен жүрейік деп ойладық. Енді қазір қалаға сол 100 мың түптей роза гүлдері егілді. Ол роза гүлдерін осы біздің қалада қызмет істеген кісілер аттарын атамауды өтініп демеушілік ретінде беріп жатыр. Сол гүлдер бүгінгі таңда көп жерге егіліп жатыр. Енді қаланың келбеті, қаланың сәулетті болуы, жақсыл болуы, енді болуына әрбір қала азаматы үлес қосу керек деп ойлаймын. Өкінішке орай, оған ондай дәрежеде болмай жатыр. Біз күні кеше Саттарханов даңғылының бойына екі жол ортасына роза гүлдерін егіп, олар енді бүршік жарып шыққан кезде осы сол жақын маңда тұратын тұрғындардың сол барып түнде барып тұр, қолында шелегі, күрегі бар біздің роза гүлдерді ұрлап қазып алған жағдайын куәсі болдық. Оны әрине полиция қызметкерлері тұтқынға алды, тиісті құжаттарын рәсімдеді. Енді ары қарай ол жауапкершілігін қараушы сотқа жүгінетін болады. Сол секілді мынау біздің мынау Арыс Түркістан каналы мен Батыс Қытай Батыс Еуропа жолы 3,5 шақырым жер, екеуі қатар ағады. Екеуінің арасында ең жақын жері 22 метр, ұзақ жері 42 метр. Енді су қасында ағып тұр. Сол жерді абаттандыру бойынша да 2000-нан астам можжевельник егілді. Енді өткенде соны да түнде азаматтардың барып жаңағы ұрлап алған жағдайлары кездесіп отыр екен. Осы мүмкіндікті пайдалана отыра қала тұрғындарына үлкен өтінішім бар. Осы гүл, қалаға егілген гүл, қалаға егілген ағаш, осы біз өзіміз үшін, біздің өзіміздің қаламыздың әдемі болу үшін, соған жаңағы қала тұрғындары осыған сақталуына, соның өсуіне, соны біреудің қазып алып кетпеуіне үлесін қосса екен дейтін қала тұрғындарының өтінішім бар. Кез келген сондай жағдайды құрметті қала тұрғындары көрсеңіздер, міндетті түрде полицияға, болмаса біздің әкімшіліктің кезекші бөліміне хабарласаңыздар. Енді сонымен қатар енді осы қаланың көгалдандыру мәселесі бойынша қазіргі кезде барлық мекеме басшыларына да өтінішпен шыққанбыз. Барлық мекеме басшылары енді мекеменің алды қалай болуы тікелей басшысына байланысты. Басшысы өзінің мекемесінің алдын дұрыстап реттеп қойса, қаланың гүлдеуі, қаланың жайнауы, көгалдануы ол өзімен табиғи болатын нәрсе. Біз осы қаланың әрбір азаматы қаланың патриоты болу керек, қалаға жаны ашуы керек, өз жеке мүддесін емес, қалаға ортақ бір қасиеттерді қалыптастырса екен деген ойдамыз. Бақытжан Айдарханұлы жаңа біраз мәселе айттыңыз, соның ішінде көгалдандыру төңірегінде көп ой бөлдіңіз. Оның бер жағында түркістандықтардың бәрі жаппай гүлмен және ағаш ұрламайтын шығар, ішінен біреу-жарым кездеседі. Бірақ өкпе-назыңызды білдіргеніңізге рахмет. Ал енді біздің бүгін хабарды көріп отқан түркістандықтар осы мәселеден өздерінің бір қорытынды шығарып, оған үлес қосады деген сенімдемін. Екінші мәселе, мынау енді қала келбеті,
сырттан келген туристер бар, қонақтар бар, зәулім ғимараттарды көргенге қызығады. Оның жақсы болып тұрғанына ерекше мән береді. Сондықтан мына үлкен көшелердің бойларында сәнді ғимараттар бой көтеріп жатқандығы бар. Бірақ кейбір өкінішке орай бір ғимараттардың сол өзінің әсемдігін, көркемдігін өз деңгейінде алып барып, соны жүзеге асыра алмай жататын жағдай болады. Осы өңірде не айтар едіңіз? Мынау қаламыздағы енді келгеннен кейін әрине кез келген азамат ең бірінші қаланың ғимараттарының келбетіне қарайды. Былтырғы жылдың өзінде біздің осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде 700 мыңнан астам турист келген. Оған қосыңыз қанша, мынау бізде 15 мың студент бар, осы 15 мың студенттің әке-шешелері бар, басқа туысқандары бар. Соның бәрі келеді дегенде мынау біздің қаланың келбетіне ерекше назар аударады. Бүгінгі таңда біз әрбір үлкен коммерциялық нысан, яғни тойханалар бар, үлкен дүкендер бар, үлкен супермаркеттер бар. Сол дүкендердің әрқайсысына осы біздің қаланың сәулет бөлімі тарапынан арнайы ескерткіш бекітіліп берді. Атап айтатын болсақ, мысалы, енді бір-екі айтып өтейін, мынау Алпамыс дүкен әкімдіктің қасындағы былай қарасаңыз келбетті ғимарат. Міне әрбір кәсіпкер өз ғимаратын осылай күтуі керек. Мынау Дастархан деген дүкен бар, үлкен жолдың бойында, тек қана алдыңғы бетін әйнекпен әрлеген, екі беті әлі сол сыбақ күйінде тұр. Бәйтерек тойханасы, алдыңғы беті әдемі, арқы бетін әлі құрылыс сол шлакоблок көрініп тұр, сыбалмаған. Осындай тойхана, Айтолсын тойханасы, тек қана қас бетін реттеген, алдыңғы бетін, көше бетін, екі бет, бірақ екінші беті де көшеден көрінеді. Қожанов көшеден түссе, ол бетіне көрінеді. Сол ғимараттың әлі сол кірпіш деңгейінде тұр. Сондықтан әрбір кәсіпкер, жалпы біздің өзі сол азаматтық кодексте көрсетілген әрбір кәсіпкер оның кәсіпкерлігі өзгеге біреуге нұқсан келтірмеу керек. Әрбір үлкен супермаркеттің өзінің белгілі мөлшерде қойылып қоятын жер болу керек. Осы дәулет екі тойханасының алды бар, кейде кешке өтуге мүмкін емес. Жаңағы адамдар көліктерін жолдың бойына екінші қатарға шейін қойып тастаған жағдайлары көріп жүрміз. Сондықтан да осы әрбір біздің кәсіпкеріміз ең бірінші сол өзінің кәсібі осы Түркістан арқылы тауып отқан. Сондықтан осы оның ғимараты қалаға бір көрік беретін дәрежеде, деңгейде болса екен деп біз өтініш білдіреміз қаламыздың жаңа кәсіпкерлеріне. Сол секілді қазіргі кезде жаңағы әрбір осы алдағы аптаның ішінде біз ондай арнайы сол тапсырма берілген, арнайы осы кәсіпкердің бәрін жинаймыз, осы жерде арнайы бас қосып өткізіп, кімнің қандай кемшілігі бар екен, өздеріне бас қосып айтпақшымыз. Осындай жұмыстар жүргізсек, әрине біздің қаланың келбеті арта береді. Түркістан десе елең етпейтін жан жоқ. Сондықтан ойлаймын, бұл азаматтар да өзінің бір патриоттық сезім оянып, өзінің ғимаратын бір әдеп іріктеп қояды деген ойдамыз. Бақытжан Айдарханұлы жаңа қала келбеті төңірегінде айттық қой енді. Осыған қосымша тағы бір мәселе. Қаланың келбеті сәнделіп, көркемдеп тұрғанымен де кей сәттерде санитарлық тазалық айналасында болмай жатса, күл қоқыс үйіліп жатса, бұның өзі де антисанитарный жағдай. Сондықтан осы мәселеде қазір көптеген жұмыстар атқаруға, мекеме басшыларына нақты тапсырма беруде сіздің осы бастамаңызды біз көріп жүрміз. Сондықтан осы санитарлық тазалық біздің қалада өз дәрежесінде жүріп жатыр ма? Осы жөнінде де айтсаңыз. Санитарлық жұмыс жүріп жатыр. Жалпы қаланың көшелерін тазалауға, абаттандыруға биылғы жылы бюджеттен 77 миллион теңге қаржы бөлінді. Онымен енді жұмыс жүреді. Алайда бір орыста сөз бар ғой, жаңағы не чисто там, где не ссорят, там не убирают, где там не убирают дейді. Сол себепті біз тазалап өтеміз. Артынша өкінішке орай қала тұрғындары тарапынан, қаламызға келген қонақтар тарапынан өте көптеп қаланы ластау, қоқысты кез келген жерге тастау, өзінің бір темекінің тұқылын, пістенің қорапшасын, жеген
басқа да өнімдердің қорапшаларын көшелерге тастау өте көптеп кездеседі. Биылғы жылы осы ең үлкен күре жолдардың бойын осы біздің қаламыздың аумағынан 60 шақырымға жуық жерді батыс Қытай, батыс Еуропа жолы басып өтеді. Сол жолдың екі беті бойынша әр ауыл әкіміне арнайы тапсырма берілген. Олар сол қоқыс жинау мәселесін ұйымдастырып келеді. Өткенде енді екінші үлкен мәселе бұл темір жолдың бойы. Өткенде қалалық ішкі істер басқармасының басшысы осы біздің қаланың тазалығына жауап беретін мамандардың барлығын білесе, біз сол пойызға мініп арнайы жүріп өттік. Мына беті Отар Рабатқа дейін, мына беті Бесарыққа дейінгі барып қайттық, мамандар көрді. Ең көп қоқыс осы қаланың шыға беріс жерінде. Қаланың екі шыға беріс жерінде, мынау Түрік ауыл дейміз, соның ар жағындағы нелер бар. Енді адамдар бараттаған ең басты қоқысты үйінен алаттаған көшеге тастайды. Енді өте бір әдепсіз жағдай. Одан кейін мынау Отарға шыға беріс бойындағы Шойтөбеге дейінгі бөлік, сол жерде қоқысқа толы. Жалпы ол жер бойынша осы қаладағы мекемелер атсалысты. Бүгінгі таңда оны біз тазалап өттік. Сонымен қатар бүгінгі таңда арнайы камералар қойылды. Яғни ол жерге қандай да бір көлікпен барып қоқыс тастап жатыр. Ол бойынша қазір оның бәрі арнайы сол жерде камераға түсіріледі. Оның камераның интеллектуалды камера атылады. Ол күндізде, түнде машинаның нөмірін көрсетеді. Яғни ондай азаматтарға да үлкен жауапкершілік көзделген. Енді соғанда енді қалада орын көп қоқыс тастайтын арнайы белгіленген орын бар. Сол жерге барып тастаса, оның арта береді. Енді біз биылғы жылы қаладағы көп жерге арнайы контейнер қойып шықтық. Соның бірі мынау теміржол вокзалының қасында өткенде қойған, 3 күннен кейін бассақ жоқ. Енді ол қай несін жабарын білмедім. Ол қай адамның жаңағы қажеттілігін жабарын білмедім, бірақ енді сондай бір келеңсіз әрекеттер біздің өмірімізде кездесіп тұрады. Енді сонымен қатар биылғы жылы біз қаладағы жалпы мектептерге қатысты бірлескен білім бөлімі, ішкі істер бөлімі, осы ішкі саясат бөлімі, жалпы қаламызда бізге 50 мың оқушы бар, 25 мыңдай студенттеріміз бар. Сол азаматтарды жаңағы осы тазалыққа шақыру жөнінде шара бекітілген, онымен де тиісті насихаттық жұмыстары жүргізіліп келеді. Ойлаймын, енді ол қанша айтқанмен де ең бастысы адамның өзіне бір мәдениетін қалыптастырмаса, қаланың тазалығы артпайды. Сондықтан қала азаматтарының, қала тұрғындарының тағы да осы қаланың тазалығына аса назар аудару қажеттігін соны естеріне ескертеміз, соны естеріне саламыз. Енді бұл түсіндіру жұмысымен қатар әрине әкімшілік шара көру жұмыстарды қатар жүріп келе жатыр. Өз бұл қаланың тазалығы осы бізді қала тұрғындарының және мемлекет органдарының осы бұқаралық ақпарат құралдарының бірлескен жұмыс нәтижесінде оған біршама қол жеткіземіз деп ойлаймыз. Бүгінгі таңда мынау Арбат маңы былтырғы келген кезімде өте бір ұсқынсыз жағдай екен, оны реттеп қойдық. Жалпы жұмыс тиісті деңгейде жүріп жатыр. Бақытжан Айдарханұлы жайлы теміржол төңірегіндегі тастандылар мәселесін айттыңыз ғой. Алайда бейнекамера қойды дейді, енді оған ешкім бармайтын шығар ол жерге тастауға. Ана жерге берген камераға түсіп қалады, сосын кейін ол адам айыппұл төлейді. Енді көп адам енді теміржол маңына жақындамайтын шығар деп ойлаймыз. Біздің хабарды көріп отқаннан кейін олар енді есіне түседі осы мәселе. Сондықтан енді тазалықтың бірінші кезекте бәрімізге керегін дұрыс айттыңыз. Ал енді көрермендеріміз мынау көшеге тас төсеу мәселесінде
орай бірнеше сұрақтар қойылды. Көптеген көрермендеріміз осы мәселе төңірегінде өз ойларын, сұрақтарын берді. Мына Халила Махамбет деген Үкаш ата көшесінің тұрғыны осы көшеге тас төсеп берсе, біз 2000 теңгеден ақша жинап, оны түсіртіп алсақ, өзіміз-ақ оны тегістеп, ары қарай жайып алар едік деген мәселені деді. Осындай сұрақтар енді хабардың барысында төленше деп атап нұсқап жатудың өзі артық дегенде, осы қала аумағындағы көшелердегі тас төселмегендерге тас төсеу мәселесі, тегістеу, асфальт салу жағдайы қалай болады? Жол өте маңызды мәселенің бірі. Биылғы жылы қаладағы жолдарды жөндеуге жалпы саны 860 миллионнан астам қаржы жоспарланды. Оның ішінде 23 көше қаланың ішінен, 28 көше қаладағы елді мекендер, яғни ауылдарда жөнделетін болады. Енді әрине көше көп, көше өте көп. Жаңа айтып өттім, қаланың шетіндегі сол 2005-2006 жылдары 8 мыңға жуық учаске таратылған. Оның барлығында бүгінгі таңда жолдың жоқтығы екені оны бізге белгілі. Бірақ та сол бюджеттің қаражатының тапшылығынан оны бүгінгі таңда бәрін қамту мүмкін емес. Сонымен қатар енді өткенде көп жерді көрдік. Мынау бұрын төселген асфальттердің соны суды қазып өткен, ары өткен, бері өткен, басқа да жұмыстар өткен қазір ол жер отырған жағдайларын оны қазір толық сараптап шықтық. Ол қазылған жерлердің бәрін ретке келтіру. Кеше мысалы осы қалаға кірген газ бар, мынау 1/8 сақина дейді қаланың ішінде жаңадан су магистраль жүйесі жүріп жатыр. Олардың барлығы өз қалпына келтіріледі. Сонымен қатар біз бүгінгі таңда мынау жолға шамалы тоқтап тұрған мәселеміз қаламызға газ келіп жатыр. Ол газ әрине жер астымен жүреді. Сондықтан әлі көптеген көшелеріміз осы 1-2 жылдың төңірегінде қазылады. Оған деді біз біле жүргеніміз жөн. Сондықтан да барынша біз енді ең бірінші кезекте жаңағы әрбір елді мекенде сол қоғамдық көлік жүретін көшелерге бірінші кезекте соларға жолын жөндеп беру мәселесін қолға алып жатырмыз. Ол көшенің барлығы тізімдері бізде бар. Ол көшенің барлығы өз кезеңімен, ретімен тиісті тас төсеу, тиісті асфальт төсеу жұмыстары жүргізілетін болады. Мұны енді өзіңіз білесіз, тіршілік бар жерде қылмыс та болуы мүмкін, жақсы жағдайларда кездесуі мүмкін. Ал енді қалада 300 мыңға таяу халық бар. Енді өткен жылдарға салыстырғанда оның енді деңгейі өз көрсеткішінен асып кетті деп бір жылдар айтамыз. Бір жылдары сол қылмыстық ахуалдың ауыр қылмыс, басқа да қылмыстар төмендеді деп жатамыз. Дегенде қалада қылмыстық ахуал төңірегінде не айтар едіңіз? Жалпы 2013 жылғы қалада жасалған қылмыстар бойынша біздер талдау жүргіздік. 1712 қылмыс тіркелген, соның 97,7% ұрлық екен. 97,7% ұрлық. Оның басым бөлігі енді маған күнделікті қажетті қандай қылмыс келді, мәлімет келіп тұрады. Сол қоғамдық көлікке жүреді, болмаса базарға барады, киімнің сыртқы қалтасына телефон салады. Яғни ол жаңағы сол ұрыларға деген үлготы. Ол 50% қылмыстың жасауына өзіміз жағдай беріп тұрмыз. Сонымен қатар өте көптеген жағдай мынау мал ұрлығы. Мал ұрлығы да өте көп кездеседі. Енді біз өткенде мынау Иханнан келе жатсам, кешке сағат Шымкентке жиналысқа барып, сағат 8-9-ның шамасында Иханның тұсында үлкен бір сиырын машинаға қағып кеткен. Енді ол сиырдың құны ең кемдеген кезде бір 200 мың теңге болар. Ал бір жылға сол малды егер сол бағуды жаюды ұйымдастырсақ, ол көп болса 10 мың теңге төңірегімен шығар еді. Біз сол болмас жерден үнемдейміз, малымызды өзіміз қараусыз жібереміз. Сондықтан сол ұрлыққа осындай бір табан мүмкіндік беріп отырмыз.
Сол демекші жаңағы жаңадан құрылыс жасайды. Үй соға батыр, сол үй бітпеген, сол үйіне барады дағын, сондағы жаңағы бір кетпен құрал саймандарын, болмаса жаңағы бір аңда баспайтындар бар, болмаса тағы бір жақта бір кішкентай болгарка несі тастап кетеді, қараусыз. Әрине, оның барлығы сол ұрлыққа өте дұрыс жағдай біз жасалған деп өзіміздің бейғамдығымыз тарапынан, өзіміздің немқұрайлық тарапынан соған жағдай жасап беріп отырмыз. Сонымен қатар жаңағы айтып өттім ғой, бұның алдында сөздерінде Саттарханов көшесіне еккен болмашы розагүл. Оның бір көшетінің құны енді мүмкін бір 100 теңге болар. Ол соның 5-6-ын ұрлағанмен оны байып қалмайды. Болмаса жаңағы қойған қоқыс сақтайтын ящик, ол соның қажеттігін жамайды. Біз сол болмашы нәрсеге қызығып, ертең көптеген қылмыстың әрине бір кезде ол ашылатын жағдайы болады, бір кезде ол табылады, міндетті түрде тиісті іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Сонда да жаңағы сол болмашы нәрсе үшін үлкен ертең арты үлкен өкінішті жағдай әкеліп отыр. Ол азаматтар ертең сотты болады, ертең ол сотты болғаннан кейін ол жөніндегі мәлімет арнайы есепке алынады. Ертең ол баласы болмаса туысы бір жұмысқа тұратын кезде жаңағы туысқандары кім деп оны мәлімет жинайды. Оның бар сол кезде өзінің кері әсерін тигізетін болады. Сондықтан да осы мәселені біз қарап шығып өткенде мен қанша айтқанмен ол қылмыс азайып қалмайды. Сондықтан біз қаланың бас имамымен бірлесе бізде әр жұма күні жұма намаз өтеді. Соған да осы кісінің ақын алмау, кісінің ақын жемеу деген мәселе бойынша ол кісімен де біз арнайы хат жібердік. Қазір қаладағы осы 62 мешітіміз бәрінде осы ұрлыққа қарсы ұрлықтың азайту мәселесі бойынша тиісті насихаттық, уағыздық жұмыстары жүруде. Осы секілді жаңағы балалардың сақтығы, жаңағы немқұрайлығы жөнінде барлық осында мектеп директорлары, оқу орындарының директорлары, солардың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарларын жинап арнайы басқосу өткіздік. Ол жерде де осы мәселе айтылды. Айтып отырмын ғой, 97% 1660-тан астам қылмыс ұрлық. Түрлі деңгейде ұрлық. Біздің қылмыстың өсіп отқан сол. Сондықтан енді осыған өзіміздің бір жауапкершілігімізді қарасақ, өзіміздің мәдениетімізді көтерсек, ол біреудің затын алу, ол әрине үлкен күнә болып есептеледі. Түбіне келген кезде сол бойынша да насихат жұмыс жүріп жатыр. Сонымен қатар жалпы қылмыстың алдын алу бойынша айтып өттім, қалада қазір мынау былтыр іске қосылған 2 жедел бақылау орталығы жұмыс жасайды. Онда қаланың 18 жерінде камера орнатылған. Нәтижесінде биылғы жылы сол 2 орталық бойынша 333 әкімшілік құқық бұзушылық жағдайлары тіркелді. 2 тонау фактісінің алдын алды. Өйткені бұл камера ұзақтағы жақындатып көрсетіледі, яғни қылмыстың ашылуына өзіндік себеп тигізеді. Сонымен қатар қалада көптеп учаскелік полиция инспекторлары салынып пайдалануға берілгелі жатыр. Сондай бейнебақылау камерасын біз қазір темір жол вокзалының маңайына да қоюды жоспарлап отырмыз. Бейнебақылау камералары биылғы жылы қаладағы үлкен жылу мекемесінің бары, су айдайтын насос подстанциялары соларға да қойып жатырмыз. Әрине, бұл кезде енді ол қылмыстың ашылуына, қылмыстың алдын алуына ол өзіндік бір септігін тигізетін болады. Қылмыстық ахуал төңірегінде біраз мәселе айттыңыз, оның бәрі біздің көрермендер осы хабар барысында көріп тыңдап отыр. Алайда атқарылған жұмыстар төңірегінде қылмыс мәселесінде біраз істер атқарылған. Алдағы уақытта атқарылады деп ойлаймыз. Оның бер жағында апталық мәжіліс сайын өзіңіз осы қылмыстық ахуал төңірегінде тиісті мекеме басшыларына нақты тапсырма беріп жатқаныңыздың куәсі болып жүрміз. Ал енді біздің көрермендер сұрақтарының арасында осы көптеген мәселе білім мен денсаулық саласына кеп тіреліп жатыр. Ол кезде осы мектептердің жаңадан салынуы, емханалардың жаңадан
пайдалануға беру мәселесі кейінгі кезде жақсы жолға қойылған. Дегенде осындай мәселе алда уақытта ғимарат салу, жайлы мектептердің қосымша бөлмелерін түзеу, оның бірге емхана, ауылдық акушерлік пункттер деген мәселе төңірегінде не айтар едіңіз, соны да біліп отырсақ. Жалпы алған кезде денсаулық сақтау саласында келетін болсақ, былтырғы жылы білесіздер, қаладан жаңа емхана бой көтерді. Ол емханада бұрын соңды Түркістанда болмаған сондай бір медициналық аппараттар қойылды. Қала тұрғындарына бұл нысанның әлі көп көмегі тиеді. Сонымен қатар былтыр осы 3 аурухана күрделі жөндеуден өтті, 3 дәрігерлік амбулатория іске қосылды. Сол секілді биылғы жылда бұл бағытта жұмыс жалғасуда. Биылғы жылы сол жаңа емхананың алдынан 200 орындық жаңа балалар ауруханасының құрылысы жүріп жатыр. Ол нысан биылғы жылы пайдалануға беріледі. Сонымен қатар басқа сол медицинасы қамтылмаған ауылдар бойынша да тиісті жұмыстар жүргізілуде. Ал мынау білім саласына келсек, Түркістан қаласында осы соңғы 5 жылдың көлемінде 18 мектеп іске қосылды, жаңадан іске қосылды. Биылғы жылы жалпы 2 миллиард 300 миллион теңгенің көлемінде бізде 5 мектептің құрылысы биыл жүріп, жылдың соңына шейін пайдалануға берілді. Сонымен қатар 2 балабақшаның құрылысы басталады. Бұл енді ауқымды жұмыс. Бұл жұмыстар жалпы алды уақытта да жалғаса беретін болады. Биылғы жылы жалпы біздегі мәлімет бойынша енді анау саманнан, кәдімгі қамқыштан соғылған жаңағы жағдайы нашар 3 мектебіміз қалды. Ол мынау Әмір Темір мектебі, Қосқорған мектебі және Нәзір Төреқұлов мектебі. Соңғы сессияда осы қалалық мәслихаттың депутаттары қолдап, Төреқұлов мектебін қасынан жаңадан заманауи талапқа сай келетін корпус құру бойынша 6 миллион теңге бөлінді. Оның жобалық сметалық құжаттары қазіргі кезде дайындалып, келесі жылда оның құрылысын ұсынатын боламыз. Биылғы жылы мынау Рахымов мектебі, Ниязов мектебі, сол секілді Жабаев мектебі, Ташалақ мектебі, осы 4 мектептің құрылысына жаңадан корпус соғы бойынша қаржы бөлініп, ол мектептер осы 1 қыркүйекке біз ойлаймыз оқушыларымыздың сояққа кіргізу үшін тиісті жұмыс жүргізілетін болады. Енді елбасының тапсырмасы мынау балабақша мәселесінде қамту жөнінде өте уақытылы мерзімінде көтерілген мәселе. Былтырғы жылы осы қала бюджетінен 28 миллион теңге қаржы бөлініп, 7 балабақшаның құрылысы үшін жобалық сметалық құжаттары дайындалды. Оның 2-і Түркістан қаласында, 5-і ауылдарда. Сонымен қатар қазір Бабай Қорған елді мекенінде, Қос мезгіл Қызыл жол елді мекенінде бос тұрған ғимараттарды сатып алып, күрделі жөндеу жүргізіп, балабақша ашу ісінде ұйымдастыру жұмыстары жүргізілуде. Ең бірінші талап ол жерде санитарлық қадағалау басқармасы ғимараттарды зерттеп, оның балабақша ашуға ешқандай кедергі жоқ деген қорытындысы керек. Екінші, құрылыс бөлімі арқылы ол ғимараттардың ахуалын көру керек. Содан кейінгені барып тұрып, біз ол ғимараттарды сатып алып, осындай бір балабақша ашамыз деген ойымызда бар. Бақытжан Айдарханұлы жаңа біраз мәселе төңірегінде айттық қой. Қазір келген сұрақтардың кемінде 40% осы үй кезегіндегі мәселелер төңірегінде сұрақ қойды. Әрине біздің көрермендер менің аты жөнімді атамады деген мәселеден аулақ болар деген ойдамыз. Өйткені осы сұрақтың төңірегінде қаншама есімдер аталу керек, оған енді уақыт шектеулі. Сондықтан мен аты жөндеріңізді атамай-ақ, жалпы бәріңізге қатысты осы тұрғын үй кезегіндегі мәселе төңірегінде сұрақ берсем деп отырмыз. Осы мәселе қалай шешіледі? Жалпы қалада бүгінгі таңда 1000-нан астам адам тұрғын үй кезегінде тұр.
көп уақыттан бері бюджеттен қаржы бөлініп тұрғын үй соғылмаған. Биылғы жылы 2 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Өткен апта барып үйлердің жұмыстарының барысымен танысып қайттық. Әр құрылыс объектісінің басында бекітілген маман бар. Сол құрылыстың жұмыс кестесіне сәйкес жүруін қадағалап отыр. Биылғы жылы осы 2 үй пайдалануға беріледі, яғни біздің кезегіміз 140 адамға жылжиды. 140 отбасы сол кезекте тұрған баспаналы болады. Ел арасында алып қашықпа әңгіме көп, жаңағы тұрғын үй кезегін жылжытады екен, анау екен, мынау екен дейтін, оның барлығы мен айтарым тұрғындарға, оның бәрі бос сөз. Жаңағы Шымкентте де жалпы көп жерде осындай жағдай көптеп тіркелді. Жаңағы жүрген пысықайлар, мен сенің кезегіңді жылжып берем, мен саған пәтер әперемін деп елден үлкен көлемде ақша алып, ол ертеңмен созып, ең түбінде мәселесін шешпей жатқан, ең соңында сотты болып жатқан жағдайлары көп. Мен олай дейтін себебім, тұрғын үйге кезекке тұрған азаматтар бізде осы қала әкімінің ресми сайтында тізімі жазылған. Сонымен қатар осы қала әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде арнайы қабырғаға адамдардың тізімі ілінген. Тізім ол берген кезде тек қана сол тізімге сәйкес жүргізіледі жұмыс. Ол кезектен тыс үй беру ол мүмкін емес нәрсе. Ол ешқандай заңға да, ешқандай неге де сыймайды. Сондықтан ойлаймын, осы бұл кезек ретімен заңға сәйкес бәрі жүргізілетін болады. Сонымен қатар енді қала әрине өсу керек, өркендеу керек. Бүгінгі таңда осы жаңағы айтып өткен орталық емхананың алдынан жаңа мөлтек бой көтереді деп сөзімді айтып өттім. Ол сондағы 100 гектар жерге егжей-тегжей жобасы жасалған. 10 үйдің жобалық сметалық құжаттары дайындалды. Бүгінгі таңда оны біз қаржыландыру бойынша облысқа өткіздік. Облыс ары қарай оны республикаға апарып өткізіп, ол да осы алдағы уақытта ол да құрылысы басталатын болады. Әрине қала болғаннан кейін айтамыз жер көп деп, бірақ жер көп болған коммуникация апару өте қиын. Сондықтан жаңағыдай көп қабатты үй соғу, ол енді бір қаланың жаңа бөлтек қалыптасып, тұрғын үй мәселесін шешуге де өзінің септігін тигізетін болады. Бұл бойынша қолжетімді баспана 2020 жөнінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағдарламасы бар. Сол бағдарламаға сәйкес жұмыс өз ретімен жүріп жатыр. Өзіңіз білесіз, газ төңірегінде көптеген алып қашпа сөздер кетті. Кезінде бұқаралық ақпарат құралдары облыс республика деңгейде Түркістанға газ келмеген екен, өтірік айтыпты деп жазып жатқандар болды. Әңгіме көбейіп кетті. Дегенде оның бәрі былай қарағанда әшейін қауесет сөздер екені кейін кезде көпшіліктің көзі жетті. Түркістанға газ келген жөнінде өзіңіз айттыңыз. Жақын арада мынау Бекзат ауылында тұрып ағайындардың елді мекеніне 100 үйге газ берілді. Онда жұрттар құралдары болып жатыр. Дегенде осы газ мәселесі өткенде бір сөзіңізде қаланың 4 бөлігіне бөліп, біртіндеп осы мәселені шешеміз дегеніңіз бар. Ал енді осы газ төңірегінде біздің көрермендеріміз де көптеген сұрақтар беріп жатыр. Оның ішінде қала көлемін емес, ауылдық жерлерде газды қашан аламыз дегенде мәселелер бар. Біздің бүгінгі сұрағымыздың оң бойында осы газ туралы қойған сұрақтар көп. Осыған да жауап берсеңіз. Кезінде алып Совет үкіметі Түркістанды бұл мәселені шеше алмаған. Енді өзіміз тәуелсіздік алдық, өзіміз егеменді ел болдық. Жұрттың бәрі ойлап еді, бізге газ Ташкенттен келеді деп. Жоқ, өзімізде Батыс Қазақстанда газ өңдеу жұмысы қолға алынды. Бүгінгі таңда Бейнеу, Базой, Шымкент газ трассасы іске қосылды. Биылғы жылы Шымкент қаласында қыс мезгілінде газ шектеу болған кезінде осы Бейнеу, Базой, Шымкенттің газын алып, қала сонымен қыстан шықты. Осы Бейнеу, Базой, Шымкенттің Шымкент газ құбырынан осы оңтүстік Қазақстан облысының теріскей аудандары 6 жерден автоматты газ тарату станциясы түсу керек болатын. Оның барлығы
енді соның біреуін Қазтрансгаз акционерлік қоғамы өздері инициатива білдіріп, өздері ниеттеніп, осы жалпы құны 3 миллиард теңге. Енді салыстырмалы түрде айтқан кезде қаланың бюджеті 19 миллиард. Яғни қалада бір ай, 2 айдың төңірегіндегі, 1,5-2 айдың төңірегіндегі барлық мұғалімдеріміздің айлығы бар, пенсиясы бар, пособиясы бар, құрылысымыз бар, басқамыз бар, соған кететін шығын, соны мекеме өз есебінен осы қасиетті қала ғой деп жүргізіп береміз деп келіп, өздері ниет білдіріп, сол жұмысты аяқтап берді. Бүгінгі таңда сол автоматты газ тарату станциясы құны 1 миллиард 800 миллион теңге, Түркістан қаласына дейінгі 22 шақырым жалпы ұзындығы 2 газ құбыры, сонымен қатар 2 газ қабылдау пунктісі, олар жұмыстарын аяқтап қойып берді қаламызға. Енді бүгінгі таңда сонымен қатар енді ішкі газ тарату жүйесіне бюджеттен қаржы бөлінген жоқ. Оны бөлу үшін былтырғы жылы 60 миллион қаржы бөлініп, Ерубаев көшесінің хлопзавод бөлігі ар жағы теміржолға дейін, бергі бетте бірліктің бір шетіне дейін аумақты жалпы саны 4.000 үй, 4.000 жеке үй, 3.300-дей пәтер, 8.000-дай абонентке жобалық сметалық құжаттары дайындалды. Бұл жобалық сметалық құжаттары дайындалғаннан кейін оны біз қазір тиісті құзырлы органдарға ұсындық. Оны қаржыландыру мәселесі осы жақын уақытта шешілетін мәселе. Сонымен қатар, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, түрік ауылы газ жағып отыр деп. Олар мөлтек адамдар жаңағы Қазтрансгаз акционерлік қоғамы осында өзінің арнайы орталық офисін ашты. Жаңағы өткен аумақпен әр үйге дейін Қазтрансгаздың өздерінің орталықтан келген бұйрықтары 250 мың теңгеден әр үйге газ таратып беру мәселесін қолға алды. Енді азаматтар бірден ойлауы мүмкін, бұл қымбат деп. Ол жұмыстың ішінде жаңағы үлкен магистралды газ тарату жүйесінен көшеге тартады, көшеден үйге шейін 2 нүктеге апарып береді. Бірі газ плитаға, бірі үйдің жылыту қазандығында. Енді мына мәселені есептеп көрсек, ең кем дегенде әр үй бір жылда 7-8 тонна көмір жағады. Орта есеппен 100 мың теңгенің төңірегінде көмірге таза шығыны кетеді. Сонымен қатар әр айда бір үлкен баллонын ағған кездің өзінде 12 айда 36 мың теңгеге 12 үлкен газ баллон алады. Сонымен қатар оны алатын 20 мың теңгенің көлемінде отыны бар. Сонымен қатар оны күл шығаруы бар, от жағуы бар, басқа бар. Ең минимальный, ең төменгі шығыны бір жылға осы жылыту мерзімі аяқталғанға дейін 150 мың теңгенің төңірегінде екен. Ол газды азамат қосса, ол белін шамалы түйіп қосса, ол мысалы бір жыл жақсаңыз 150 мың, екінші жыл қысынша тағы 150 мың, 300 мың ақшаңыз кетеді. 2 жыл газ қосып қосаңыз. Ал газды қоссаңыз сіз бір шығын сейістен ары қарай жанның рахаты, үйіңіз қысы жазы бір температураны ұстап отырады. Сіз күнде күл шығармайсыз, түнде тұрып от жақпайсыз. Сондай өзінің бір оң нәтижесі де бар. Біз бір оймен айтамыз, ол бір қымбат деп. Есептеп көрген кезде, оның шын экономист болып есептеп көрген кезде, оның құтылатын жағдайымыз жоқ. Мұндай мүмкіндік болған емес Түркістанның тарихында. Сондықтан жаңағы қазір сол Қазтрансгаз акционерлік қоғамы Бекзат мөлтек ауданының екінші бөлігінде тұрғындармен келіссөз жүргізуде. Қайсы үй келіссе, сонымен келісімшартқа тұрып, осы көшені газға қосып беру жұмыстарын қолға алып отыр. Бұл шындық, кез келген осы газға қатысты азамат барып тұрып, газ тарату станциясымен көруге болады. Жаңағы түрік ауыл деп атымыз ғой, сол ауылдағы үйлер бар, көруге болады. Газ, табиғи газ Түркістан қаласына келді. Түркістан қаласының
бірінші тұтынушылары бүгінгі таңда 200-ге жуық отбасы газ алып отыр. Олар соны жағып, өзінің соның заманның оң әсерін олар сезініп отыр. Жаңа газ төңірегінде жақсы айттыңыз, енді біздің көрермендер газ төңірегінде өздерінің жұмбақ қылып жатқан мәселелерін қазір сіздің берген мәліметтер төңірегінде өзі біле бастады. Болашақ газдың қаланы толық қамтитынына да көзі жетіп жатыр. Ал енді өзіңіз білесіз, қала, ауыл бәрі бір әкімшілікке бағынады. Сондықтан қала төңірегінде көптеген мәселелер айттық. Ауылдың да тұрғындарының бізге берген сұрақтары бар. Олардың көп жағдайда осы ауыл округтеріндегі елді мекендерде көшелерді асфальттау, ауыз су жүргізу мәселесін қойып отыр. Осы төңіректе де не айтар едіңіз, соны да біліп отырсақ. Ауылда бізде Түркістан қаласына қарасты 35 елді мекен ауылды жерлерде құрайды. Онда 100 мыңға жуық азаматтар тұрады. Жалпы осы 2010, 2011, 2012 жылдары қаланың басшысы Қайрат Құсейінұлы Молдашейітпен кезінде жалпы құны 8 миллиардқа жуық бізде 17 ауылды елді мекенде су жүргізілген. Бүгінгі таңда енді бізде мынау Оранғай елді мекенінде қазір құрылыстары жүріп жатыр. Биылғы жылы осы ауыз су мәселесіне қатысты Түркістан қаласында 2 миллиардтан астам қаржы бөлінді. Сондай көлемде жұмыс жүргізіледі. Жаңа оның алдында сөзімді айтып өттім. Мынау біздің Шорнақ, Жібек жолы, сол беттегі анау Қаражон елді мекендер, ол жақта жер асты суының қоры белгісіз. Былтыр елбасы осы оңтүстік Қазақстан облысына келген кезде облыс әкімі Асқар Исабекұлы Мырзахметов бұл мәселені көтерген болатын. Өйткені ең соңғы геология жер асты қорын тексеру болса 1975 жылдары жүргізілген. Одан бертін бұл жер асты қорын анықтау бойынша жұмыс жүргізілмеген. Қазіргі жағдайда бұл бойынша арнайы қаржы бөлінді, арнайы тексеру, іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Бұл енді жаңағы ол скважина қазудың өзінде үлкен ауқымды жұмыс қажет етеді. Шамамен бір елді мекеннен алу үшін 20 миллионның теңгесінде қаржыны қажет етеді скважина қазып беру. Енді ол соны шатаспау үшін қазір геологтар бір тексеріп өтеді. Онан кейін белгілі мөлшерден кейін екінші рет тексереді. Сол кезде олар растап береді. Қазір осы біздің Теріскейдегі елді мекендер бойынша осындай жер асты қорын анықтау жұмыстары жүріп жатыр. Сол қорытындысының нәтижесі бойынша ол елді мекендердің бәріне су қазып беру жұмыстары жүргізіледі. Ал енді жол мәселесіне келсек, былтырғы жылы бізде осы ауылдық жерлерде жалпы 12 көше жөнделген. Биылғы жылы бағана сөзімді айтып өттім, ауылдардағы 28 көше жөндеуден өтеді. Сондықтан ол жұмыста өз ретімен, кезегімен, ең бірінші кезекте әрине жаңағы мектеп жүреді, мектепке баратын жол, қоғамдық көлік жүретін жолдарға басымдық беретін болады. Адамдар көп тұратын жерге басымдық беретін болады. Бұл бізде ауылдарда қазіргі кезде көптеген әлеуметтік мәселелері шешімін тауып қойған. Мынау бір ғана үлгі ретінде Яссы ауылдық еңбекші жиған бүгінгі таңда ауылдағы әлеуметтік мәселелер 100% шешілді. Сол секілді басқа елді мекендерде ауқымды жұмыстар жүріп жатыр. Әрине ауылдың қаланың еліміздің дамуы үшін ауылдың алтын бесік екенін білеміз. Сондықтан ауылдарға да тиісті деңгейде назар аударылып жатыр. Бақытжан Айдарханұлы жөніндегі ауыл төңірегінде біраз мәселелер айттыңыз. Ол енді көрермендердің сұрақтарына орай туындаған ойлар. Ал енді қазір өзіңіз білесіз,
қазір ақш долларының күрт өсіп кетуіне байланысты қалада да өзге республикалық аймақтарда да азық-түлік бағасының күрт өсіп кетуі қазір белең алып жатыр. Енді біздің көрермендеріміз осы берген сұрақтарына орай нан, ұнның бағасы кейбір жерлерде күрт өсіп кетті. Осыған бақылау жасала ма деген сұрақты қойыпты. Баға тұрақтандыру бойынша бізде арнайы қалалық штаб құрылды. Сонымен қатар қаламыздағы үлкен 26 дүкендерге арнайы мамандар бекітілді. Біз осы қай жерде негізсіз бағаны өсіріп жатқан жағдайы бойынша кәсіпкерлік бөлімінің телефондары 2-3 телефоны осы Түркістан арқылы берілді. Қай жерде бағаның негізсіз өсіп жатқан жағдайы болатын болса, азаматтар сонда хабарлауларына мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар бұл штаб тек қана Түркістанда емес, жалпы бүкіл өңірде құрылған барлық аумақтарда жұмыс жүріп жатыр. Бізде осы қаламыздағы қант сататын кәсіпкерлер сол баға қымбаттан кейін қантын сатпай қойып, баға біршама көтеріліп еді. Қазір облыстық тұрақтандыру қорынан қантты беріп жатыр. Оны осы Қуаныш базарында арнайы белгіленген орын бар. Сол жерде осы әкімдік бекіткен мамандар сол жерде қантты сатып жатқан жағдайы бар. Ол сол базарда бұрында 150 теңге болған, сол төңіректе қанттың бағасы қалыпты сатылып жатыр. Ол тұрақты бақылауға алынған. Өзіңіз айтқан ұн мәселесі бойынша бізде бүгінгі таңда қалада 2 ұн шығаратын мекеме бар. Оның бірі жаңағы қазір Юкпеші бұрынғы Сана және Каусар дейтін мекеме бар. Өткенде республикалық тұрақтандыру қорынан сол бидай жеткізіп беру мәселесін, әлеуметтік ұн тарату мәселесін көтерді. Бұндағы сол облыстық штабта облыс бойынша жалғыз бір мекеме таратады деп еді. Біз онымен келіспей өз ұсынысымызды бердік. Қазір бидай тікелей осы Түркістанға келеді. Жаңағы Каусар мекемесі сол бидайды алып, соны елге ұн қып елге таратып беру бойынша сол белгіленді. Бұның өзі сол ұнның 3000 теңгеден аспауы бойынша бұл да өз жұмысын, өз нәтижесін беріп жатыр. Енді жекелеген дүкендер, енді ол енді сол сатушының жаңағы үстеме бағасы шығар. Жалпы орталықтан бекітілген норма, мысалы, әр алған тауарға 10%-дан жоғары көтермеу. 10%-дан жоғары бағаны үстеме баға қоймау жөнінде тапсырма берілген. Айттым ғой, тиісті бекітілген мамандар ол әр дүкен бойынша, әр базар бойынша арнайы қадағалап жүр. Әрине, бұл жердегі негізгі фактор ол бірінші тұтынатын тауарлар. Енді әрине ананас пен банан болмаса, басқа да шетелден келетін тауарлардың бағасы, олар сол долларға байланысты, оларға қатысты тапсырма жоқ. Негізгі осы картоп, сәбіз, пияз, ұн, қант, сол бірінші тұтатын ет, сол тауарларға қатысты мәселелер болып отыр. Енді мен жаңа айтып өттім, бізде осы арнайы бекітілген телефон бар. Сол телефон арқылы қандай жағдай болса да, біз ол мәселені қарап, біз хабарлауға, тиісті шара жүргізуге біздің арнайы бекітілген жұмысшы тобы жұмыс жүргізеді. Нанның бағасы қазір сол енді әр жерде әрқалай. Бір жерде нан 35 теңге дейді, 40 теңге дейді, бірақ ол нанның салмағы 300-400 грамм шығады. Біздің мынау Ақжолда шығып отқан нанның бағасы салмағы 570 грамм. Яғни килограмм жақын кезде сол 40 теңгенің төңірегінен сол шығып тұр. Бұл негізсіз баға өсіп кетті деген мұндай мәселе жоқ. Енді әрине қазір көктемнің енді көктем болғаннан кейін кейбір көкөністердің өзі табиғи тауысу кезеңі. Жаңа
жаңағы урожай осы май айынан шығып бастайды. Ол жерде табиғи баға тағы да өтеді. Бұл бойынша жұмысшы топ тұрақты жұмыс жүргізіп жатыр. Бақытжан Айдарханұлы, көрермендер берген сұрақтың негізін бәрін аяқтадық. Ол енді аз сұрақ болған жоқ. Енді өзіңіз осы берген сұрақтар төңірегінде біздің көрермендерге толымды жауап бердіңіз, нақты мәлімет айттыңыз. Оны біз қазір мына хабар барысында көрермендеріміздің нақты көзі жетті. Ал енді біздің осы сұхбатымызға уақыт бөліп, осы көрермендер сұрақтарына жауап берген сізге көптен көп рахмет. Отбасыңызға бақыт, әр уақытта жақсылықтар тілейміз. Мына киелі қасиетті топырақтағы бабалар аруағы сізді әр уақытта қолдап жүрсін деген ниет айтқым келеді. Ал енді қадірлі көрермен, осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Қос сау болыңыздар.